Ассалаумағалейкум баршаға. Біз міне 22 жасқа дейін Азия чемпионатына келдік. Бокстасып, Құдай қаласа елге чемпион болу үшін келдік. Енді бокстаспай біраз күн жүріп қалдық осында. Жастар бар, 22 жасқа дейін бар, 2 күн бокстасып бір күннен. Қазір жақсы, кішкене погодаға, ауа райына үйрену қиын болды басында. Қазір жақсы, бір 10 күн болды келгенімізге. Енді дайындығымыз да жақсы, бапкерлерімізден дайындалып жатырмыз. Алла қаласа 21 мамыр күні жартылай финалда бокстасамыз Вьетнам елімен. Бақыт Сәрсекбаевтың енді қоластында жаттығу жиынын өткіздіңіздер, бірер ай бірге дайындалдыңыздар. Қалай екен әдістемесі, нендей ерекшеліктері бар деймін? Бақыт ағайдың ерекшелігі дегенде өте мықты, үйрететін әдістері өзін бөліп жармайды, барлығына бірдей қарайды. Сол жағынан маған ұнады. Өзі де лапамен жұмыс істеп кетеді, балдармен. Өзбекстанда дайындалдық, Шыршық қаласында. Сол кезде кішкене біздің жүгіруден дайындады, көбінесе 400 метр, 800 метр. Осы жарыста соның эффектін көреміз деп ойлаймын.